Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз кітап оқитын ұлт жобасы бойынша Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повесін аяқтап біттік. Енді осы туралы бір шағын ойымызбен бөліссек. Енді бұл уақытта 30 жылдардан кейінгі, ашаршылықтан кейінгі уақыт сипатталады. Халықтың тұрмыс жағдайы, өзінің басынан өткен жағдайы балалық шақтағы. Енді қазақтың сол кездегі қиыншылықтары, қандай өмір сүрді, мектептердің енді ашылып жатқан кезі, халықты сауаттандыру, сол бәрі айтылады осы жерде. Қалай жетім қалғаны, қандай жеңгелері болғаны, шешесінің қандай болғаны, әсіресе інісінің тағдыры, бұл жерде ең аянышты інісінің тағдыры. Тұрғынбектің, иә? Кәдімгідей жылағым келді сол кезде. Енді автордың жеткізген ойы бұл жерде сол замандағы өз басынан кешкен оқиға деп мен солай түсіндім. Өйткені ол жерде әр тараптың өзінің бір үлкен жаңағы рухани жаңағы қабылдауына байланысты көп нәрсені кәдімгідей эмоцияға беріліп, ешбір нәрсені тыс қалдырмайды. Қаншалықты біттей бір зат болсын, оның бәрін кәдімгідей әңгімелеп, бас аяғына жеткізіп, соны өзінің жаңағы өмірмен байланыстырып, кәдімгідей үлкен бір дүниені көрсеткісі келгенін мәлімдейді. Және де бұл жерде енді жаңағы шынымен де өзінің мектепке барған кезінен бастап, мектепті аяқтағаннан кейінгі өмірінің бәрін сипаттайды. Өте қызық, өте қызықты фильм көріп отқан сияқты. Кәдімгідей әдемі жасалған дүние. Бастауыш сынып оқыған кезіндегі оқиғалар, әсіресе жас кезіндегі оқиғалар қызық. Жоғарылай келе, бірақ жоғарғы сыныпқа есі кіргені, ең соңында аяқталды, 7-ші сыныппен бітірген. Сол кезде жаңағыдай орта буын класты аяқтап, әрі қаратай оқуға түсу. Негізі өзінің мен ақынмын дейді ғой. Мен бұрын, мысалы, бұрында ондайды, мысалы, армандаған емеспін, бірақ мектепке барған соң бір жаңағы алғашқы ұстазынан бір үлкен әсер алады ғой. Мұғалім деген қандай керемет, мен де өскенде ұстаз боламын. Арманы басталады. Мұғалім деген бәрін біледі екен ғой, ұстаз деген керемет. Өмірдегі көп затты біледі және өте әдемі айтады. Дәрігермен ұстаздық қатты сылаймын деп айтады. Жатып алып күлесің ғой, үйдеші. Бағана Шынар мұғалімге айтып жатырмыз, наган бетіне тигені ше. Сол жерде жатып алып күліп, балалардың бәрі мама не болды деп. Оны еще өте әдемі сипаттайды ғой. Жеткізеді, бір несін қалдырмай жеткізеді ғой. Қарасам қарға ұшып бара жатыр, сонда оғымыз қайда деп. Бет басымыз бәрі күйеуге, қасындағы досы қашып, мен сенімен қоса болмаймын. Болмаймын деп. Жылап дейді. Мен жаңағы кластасының ызасы өтеді ғой, бір емес үш рет. Қинады ғой. Ең соңғысы аянышты болды, иә. Жаңбырдың астына, үстіне жәшік қойып тастап кетті ғой, ең аянышты сол болды, иә. Жәшіктің астында қалып қояды ғой. Өзі сосын тазалықты қатты жақсы көрген, иә. Әлиманың тазалығына қалай таңғалады, иә. Алғашқы жеңгесі ғой. Әлима жеңгем де. Тағы да осы Тұрдыбектен кейінгі енді ауыр тағы да ағасын кіре ойлаймын, сатылған. Бір емес 2 рет үйленеді, одан кейін соғыс барып, соғыстан қайтпай қалатыны. Одан кейін кластастардың өмірі жайлы, Көпекбайдың балаларының өмірі баян. Сол күшті баяндайды ғой. 4 баласының жаңағыдай 3-і соғыстан қайтпай қалады. Бірақ өте пысық семья, иә, отбасы болған. Үшеуінде ақылды, үшеуінде білімді сипаттайды ғой. Ең үлкен ағасы, дауысы бәрі мықты, ақыры Мәскеуге дейін барды деді ма, бәрімізді стройға тұрғызатын, айғайлайтын деп. Мектепте өз жаңағы класском сол болды ғой. Оны да күшті сөйлетті. Сол кездегі колхоздың алғашқы ашылуы, ұжымдастыруды, сол кезде сипаттайды қалай болғаны, балалардың еңбекке қалай жегілгені. 6 ай мысалы 3 ай каникул болатын, сол 3 ай бойы балалардың сол колхоз жұмысында жүретіні, не еңбек ақы алмайды, сол үшін бір тілім нан, бір кесек сорпа үшін сонда таңның артынан кештің батысына дейін ауыр жұмыс. Айтады ғой, ауырып қалсақ екен деп армандайтынбыз деп, иә. Себебі ауырған адамды ауылға жіберетін деп, иә. Немесе күннен жаңбыр болғанын қалайтынбыз. Демалатынбыз деп, иә.
ауылға келсе де жоғары классқа барған кезде ауылға келсе де үйден шықпай көрінбей колхоздың көзге түспейін деп айтады ғой. Сосын жаңағы анасынан айырылып қалған кезінде керемет әңгімелейді ғой. Менің қайран анам болған кезде мен бүйтіп жүрмеуші едім, көмген үйдің босағасында жүрмеуші едім, өз үйімде. Анау анасы әкесін қайрап отырады ғой, мен сол жерлерінде де күлкім келіп отырды ше. Әкесі тым сабырлы, көп нәрсенің байыбына бармайтын, анасы қайрап отырады, бірақ сонда да әкесі одан ешқандай сабақ алмайды, ана белбеуін айтқанын іздегенін айтып көрмей ақыры қорадан шығады деп. Енді әкесі салғырт кісі, жаңағындай ішкен тамағы несі болса болды жүре береді, артық нәрсе ойламайды. Таңертең жұмысқа шығу керек болса, ол түсте сорақтап шай ішіп отырады деп, шығып келе жатырмын деп айтады, әр шайнекпен шай ішіп отырады дейді ғой. Тым асықпайтын адам дейді ғой. Кейде мен зығырданым қайдайын деп, әкесіне сөйтіп айтады. Зам керек деп. Өзі айтады ғой алғашында. Негізі басында мен жаңағы зам келетін дейді. Өйткені бізде түк жоқ дейді. Үйде де түк жоқ. Өмірде кедейміз дейді. Кедейдің болған өзі тақ кедейміз дейді ғой. Ал кейіннен мен оған риза боламын, өйткені қазіргі заман кедейдің заманы дейді. Биліктің бәрі кедейге дейді. Не болсын кедейге көмек көрсетуге жаңағы нетілген заман деп айтады. Одан кейін жақсы. Үйінде тамақ болмаған кезде шешесінің өзінің заттарын, артынан келген заттарын сатып, бір тостақан бидайға, талқанға айырбастайды. Өзінің жалғыз айнасында сол баласының тамағы үшін айырбастап, немесе елдің затын елге барып жұмыс істеп, сол үшін де барып алып келеді тамақ. Талқанды жиі бергеннен ол кеңірдегімде ауырады деп айтады ғой. Таңертең талқан, түсте талқан, кешке талқан деп, жай ғана не талқан ғой? Ештеме қосылмаған. Кебек сияқты талқан деп, оны жұтсан тамағында қалып қояды да, ары қарай жұтамай қалады. Мысалы, неткенде ең сонда мысалы колхоздың халықтың кішкене жағдайы көтеріле бастағанда колхоз мал өліп береді ғой. Сол кездегі бір құнажын сиырды қалай нетеді, бір аспаннан алтын тапқандай соны әспеттеп енді айран ішеміз, құрт жейміз. Бізде болады деген сияқты. Соны бізде қарап отырсақ күнделікті жеп жүрген нанымыз бір тіл нанды қалай бір рестораннан тамақ ішіп отқан сияқты. Нан деп айтады ғой. Бір үзім жесе шіркін деп, Сүмбеге барған кезде несіне барады ғой? Нағашыларына. Сол кезде айтады ғой? Соның үстіне ақ нан қояды деп. Нағашыларына нақып келеді, ол сыймай. Әйтеуір ешқайда сыймай жүреді. Атам ол нанды әдемілеп турайып дейді ғой, кішкентай. Күтіп отырамыз деп, жоқ болады деп, содан нағашылардың үйіне сыймай кеткен жерде күлкіншті. Қайтадан басқа несіне кетеді ғой, туысқанына кетеді, ол үйдегі кемпір маза бермей қояды. Ол үйде кемпір жамандайды ғой. Әсіресе кішкентай қыз баладан нанды қалай тартып несі алдап жүретін жері осылай қалай тамақ ішеді деп, сосын қалмақтарша деп сөйтіп ол қыз келеді, онысын бастап бетіне айта салады ғой, орыстарша нан жеш деп, ол не таңда деп кемпір нетеді деп айтады ғой. Кішкене арамдығы да бар, баланың балалық кезін күшті суреттеген, әппақ қып қалай бар солай жазған. Арамдық ұстайтын жерде арамдық ұстайды, өтірік айтатын жерде өтірік айтады, анау ағасын ұстап бергенін бағана Шынар мұғалім екеуміз айтып жатырмыз. Соған риза болдық қой біз. Мен хатты көшіріп алайын дейді ғой. Көшіріп алады ғой. Күшті. Жандағы досының несі ғой. Бірақ енді бұл жерде жеңгесін салғырттырмайды. Бірақ енді ағасының көзін ашып берді ғой. Сын болды енді, Әлимадан айырылмау керек еді деп. Өзі неге соған жақын Әлимаға. Бұл жерде ағайынның араға түсуімен болады ғой. Көре алмаушылықтан, мынау енді оқушы балалардың бәріне оқитын кітап сияқты, мүлдем оқымаған ғой, кітап туралы білмейді екен. Негізі бірінші бұл кітапты мен атым Қожа, содан кейін барып осыны оқыса. Көбінесе осы баланың мойнынан қожаның мінезін табуға болады, көз алдында қожа елестеп отырады. Басында сөйтіп қожаны елестеттім да, одан кейін кішкене жаңағы өзін ары қарай жазған кезде ойладым, негізі ұқсас болады. Мен атым Қожаның басында жазған кезде бұл өзінің басында оқиғаларды жазған. Кейін
түсірген кезде кішкене өзгертті иә сюжетін. Иә, мысалы өзінің несінде осы кітабында айтады ғой, мен әкем емес анам тірі болса ғой деп. Иә, сонда Ринатын Қожада керісінше әкесі майданнан қайтпайды да анасы тірі болады, анасымен әжесімен өмір сүреді. Сол кездегі нелерді сипаттаған. Ол кездегі енді өзінің жаңағы мектепте жақсы оқитынын, жаңағы бірақ кішкене сотқарлау мінезі бар екені, жүрген жеріне шу шығарып жүретіні бәрі. Оның бәрі өз негізі мойындайды ғой. Бәрін байқап. Өте баланың бойында не әр кезең мысалы әр жастың бір мінезі сақталған сияқты иә. Өзі бала болып та бәрін ұмытып кетеді, ойынға кетіп қалады. Bir кезде кәдімгі үлкен адам ойланады ғой өмірге ше, осылай мен бүйтсем екен, өскенде осылай істесем екен деп сөйтіп. Сондықтан бір баланың бойында кәдімгідей бір заманның жаңағы әр кезеңдегі, әр деңгейдегі адамның мінезі жиналған сияқты. Өте жаңағы күшті бір дүниені сүйреттейтін не ғой. Бір балалық шаққа саяхат жасап, тарих беттерін қайта парақтағандай болдық иә. Сол кездегі ауылдың бүкіл ауыртпашылығын, әйелдердің қиыншылығын бәрін бір сезініп шыққандай болдық иә. Сол заманның кеңес өкіметінің оларына ашаршылық жалаң аяқ жүргені де мен оқып кәдімгідей шокта болдым ғой. Біз аяқ киімнен аяқ киімнен сенбейміз ғой. Ана жерде жалаң аяқ тілініп кеткенде тікенек кіргенін айтады ғой. Бұрт етіп кіреді, бұрт етіп алып шығады да қан айдайды. Жүре береміз дейді ғой. Соның қасындағы кімнің? Жүсіптің ба? Несі нетеді ғой? Аяқ киімін айтады ғой. Сода ғана бар аяқ киім. Жол Оюланған өкшесі сода ғана аяқ киім. Сол сияқты жүрсем шіркін ешкімді менсінбеген деп кейін ағасын пимасы сатып береді. Ол да күлкішті оқиға болды ғой. Пима деп иә. Тұрып айған. Мен сабаққа бармаймын деп. Наны кимеймін мен деп. Ана ағасы киім беріп жүреді ғой, оқуда жүрген кезде оны да қатырып шып-шып терім ағып отыр деймін. Соны еще қонаққа келіп барады. Бат-жет болып қып-қызыл болдым, тері кетті дейді. Ана жерден шыға алмай не тамақ жамайды. Иә, өзім еще төрге отырып алғанмын дейді. Өте бәленбай адам балақай пима үстінде. Бат-жет болдым. Тынысым одан кейін тарылып дейді, демаламай дейді. Әне далаға шыққан бетте бәрін еттім дейді. Мен сол кезде таң қалдырғаны, соға киім алып күйеуге барады ғой. Барған кезде қазан айының орта тұсы дейді ма аяғы. Сол кезде қар жауады. Соның өзінде жалаң аяқ жүреді. Сол бірақ сол кезде әңгімесінде айтады ғой, біз 6 ай жерге кеткен кезде 6 ай аяқ киім кимейміз, жалаң аяқ жүреді. Аяқ киім жоқ өйткені. Кейін келе киіне бастайды жай жайлап иә. Тіпті сабын да жоқ қой, жуынатын сабынды қолдан жасайды ғой. Алдында сізбен айтып ек қой анау жанар ма еді? Жоқ, қыздың аты Майра. Иә, Майра кірін тексереді деп. езеді ғой. Иә. Сол кезде ой деп ақталатын не таба алмадым дейді ғой. Иә, көрінген нәрсені таба қалады, бұл кір емес менің денем дейді ғой. Кожамның цветі өзі сондай дейді ғой. Түсі сондай деп. Сөйтсе кір ағып тұра ма? Ой, сол кезде нететін жауап таба алмадым дейді ғой. Майраға нететін жалғаны. Ана белбеуінде кестіріп алады ғой, бешпеттің сыртына байлайын деп қатырады, иә. Өте тапқыр бар. Сөзге де шешен бала сияқты ғой, әдемі. Иә, ат жағында жоғарғы орта буынға классқа келген өлең жазып, әсіресе өзінің Тұрдыбек туралы жазған өлеңдері. Анау екінші Сүмбе ауылына көшкен кезде мұғалім ауысады ғой, или алдында ауысып сол кезде екінші мұғалім жек көріп қалады ғой. Біраз уақытқа мен бұл әдебиетті жауып тастадым. Өйткені ол жаңағы бірінен талдайды ғой. Ауылда неткен өзінің бұрынғы ұстазы керек та одан басқа. Жоқ, өз ауылында. Өз ауылында басқа ұстаз ауысады. Ол өз мұғалімі басқа ауылға кетіп қалды. Иә, сол кезде бірнеше уақытта. Ол келген енді асыра сілтеушілік қой жаңағыдай әр нәрседен бай мен кедейдің несін көрсетіп, Абайдың қыз өлеңінен, бай мен кедейдің несі сияқты көрсетеді ғой. Махаббатым сөніп қалды деп, иә? Мұны мен басқаша түсінгенмін, мұғалімнің айтқаны басқаша. Сосын бардым да мен біраз уақытқа шейін бұның бәрін жауып нетіп тастадым. Сосын кейін қайтадан нетіледі ғой. Бұл жерде де енді ұстаздың оқушыға қалай әсер ететіні, бір ауыз сөзі оқушының қалай
ынтасын ба иә ынтасын басатын бәрі бірінші мұғалімнің мазыққан жақсы көреді ғой ұстаздық деген содан нетеді ғой ұстаздық деген басқа керемет екен мен ұстаз болғым келеді өскенде иә содан кейін де дәрігерінде де тоже бірақ дәрігерінде де жаңағы көңіл қалатын болады тұрдылыққа байланысты сол арқылы бір дәрігердің кесірінен бір баланың өмірі нетті де бұзылды дейді ғой жоқшылықтан ақыры Тұрдыбектің бақытсыз өмірі дейді иә жоқшылықтан және де білместіктен қарлықтан енді ойымызды қорытындылайық иә маған қатты ұнаған повестердің бірі болды енді мен кітап бастап жатқан барлық оқушыларға осы кітапты оқуға кеңес берер едім мен де өзімде мектеп кезінде оқығам үйде кітап бар да қайда екенін таппай қалдым үйде бар бірақ мен де оқушыларға кеңесім осы кітапты оқуға иә менде де енді алғашқы оқыған повестімнің бірі болған сондықтан менде де тек қана оқушыға емес барша адамға иә оқуға кеңес берер едім өйткені бұл өмірлік бұл болған оқиға бұл және тарихта қалған үлкен із ғой енді мектеп кездегі көп нәрсені еске түсіреді көп нәрсе сондықтан бәріне оқы деп кеңес берер едім жақсы сау болыңыздар